Сәлемдесу сайысын жалғастыратын Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің көз тимесін КВН командасы. I need you, I'm on Jaidarman. We have a brother to get him alive. My name is forever alive. Көз тимесін КВН командасының әрбір ойыншысының өзінің символикасы бар. Мысалға Айбек би символы, Ералаш әзіл символы, Шапағат ән символы, Марат тоқшылық символы, және де Азамат секс символы. Негізінде дүниеде шын сүйгендер бір-біріне құсап келу керек, ол рас. Мысалға, менің қызымның көзі көк, менің көзім көк. Ал менің мұрным қырмұрынды, қызымда мұрны қырмұрынды. Ал мен қарамды, қызымда қара тұры. Ал Ерлаштың көкірегі жүн-жүн. Я, қызым Әзірбайжан. Алдарыңызда депутатқа кандидаттар сайлау қарсаңында. Алмау, құрметті кандидаттар, депутаттар. Құдай қаласа мен депутат болып кетуіме бір ғана дауыс жетпей тұр. Жәнібек мырза, сіз қай ауданнан түсіп жатсыз? Сарыағаш. Ой, Сарыағашта менің Айгүл деген құдашам бар ғой. Сол, өзінің дауысын ешкімге бермей, үйінде сарымайдай сақтап отыр ғой. Содан сұрасай. Құдашаң маған бере ма? Білмеймін, жігіті бар ғой. Ал қазір сіздердің алдарыңызға Қазақстанның саяси өміріне белсенді араласып жүрген ДВК партиясының құрамындағы Қазақстан эстрадасының жұлдызы Мақпал Жүнісова. Ночной хулиган, у меня есть наган, я похож на маман, я вечно. Ал Мәке, мынау сіз бізге түсіндіріп берсеңіз, ДВК деген не? ДВК дегеніміз ол... Не дедіңіз? ДВК. Жалпы Қазақстанның саяси өмірінде Қазақстан Республикасының Конституциясындағы премьер-министр, Сенат, Мәжіліс, Орашан Досов, Асқар Бейсенбаев, ДВК. Білмеймін ДВК деген. Білмеймін. Мен МЖК-ны білем, МЖК. МЖК деген не? МЖК дегеніміз Мақпал Жүнісова. Керемет! Өкінішке орай Мақпал Жүнісова үйіне қайтып барады екен, бүгін уақытым жоқ дейді. Мақпал әпке, сізге рахмет жол ан жақта. Рахмет, дуғол шапалақпен шарттайық. Ал жақында Майкл Джексон.
Ал жақында өздеріңізге әйгілі Майкл Джексон. Аняха. Ал жақында өздеріңізге әйгілі поп король Майкл Джексон. Ағай, пока дейін дегем ғой, пока. Алдарыңызда әкесі мен баласының әңгімесі. Ойбай, баламай, не деген сұмдық. Сен қазақ тілін екісің, мен қазақ тілден сабақ берем. Сен қазақ тілін білмейсің ғой, намыс қайда, абыройым сүрін сен менің. Қойшы, шаршадым, қойшы. Балам, өтінем, қойшы деген қазақта сөз жоқ. Қажет жоқ деп айтса, қажет жоқ. Ал мақыл қажет жоқ, мақыл. Неге түсінбейсің, мақыл деген сөз жоқ. Жарайды деп айт, жарайды, таза сөйлесейші. Мен қазақ тіл білмесем, неғып тудыңдар менен? Балам, сұрайсың ба? Жөнделеп сұра. Неге тудың емес, неге дүниеге әкелдің деп сұра. Тудың деген сөз жоқ, неге дүниеге әкелдің? Ал жарайды, неге дүниеге әкелдіңдер? Жәшін. Папа, қазақта жай әшейін деген сөз жоқ, қызық болыпты десейге. Орыс частушки, қарсаңыздар. Бәз біреулер айтады, сайлауда әділдік жоқ деп. Оның бәрі өтірік, сайлау әділдік бар. Бәз біреулер айтады, біздің әкім ақымақ деп. Оның бәрі өтірік, біздің әкім ақылды. Бәз біреулер айтады, біз Марат екеумізді анандай деп. Бәз біреулер айтады, біз Марат екеумізді анандай деп. Оның бәрі өтірік, біздің әкім ақылды. Әлемге әйгілі мега жұлдыз Уитни Хьюстон таңертең ванный қабылдап жатыр. Әрине оны телехранители сыртынан бақылап отыр. Қарсаңыздар. Should stay, I will be in your way. So I